Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз пицца пісіретін боламыз. Оған керек заттар: дрожь, ұн, май, қаймақ, жылы су, сосын секер. Бірінші біз бір стакан жылы су құямыз. Содан соң секер, қант, кішкене саламыз, видеодағыдай. Бұлғаймыз вилкамен. Жақсылап бұлғау керек. Содан кейін қаймақты алып, көз қарастарыңызға бұлғаймыз. Су жып-жылы болу керек, ыстықтау болу керек, май бәрі еру үшін. Содан кейін дұрыстап бұлғаймыз әбден. Ал бұлғап болғаннан кейін бір қасық дрожь саламыз. Бәріңіздің үйіңізде бар дрожь. Кішкене көптеу саласыз, бір қасық. Мен осы кезде 2 қасық салатын боламын, себебі кішкентай неден салдым. Болды, осы жеткілікті. Ал осы дрожьды бәрін араластырамыз. Дұрыстап араластыру керек, барлық жерді араластыру үшін. Содан кейін шамалап ұндардың бәрін салатын боламыз. Араластырып салып тұрамыз. Дұрыстап араластырып. Осы біздің жасайын деп жатқанымыз 3 пиццаға жететін қамыр. Кішкене қоюланып жатыр. Жандарын былай тазалап жібересіздер. Содан кейін тағы да салып бұлғайсыздар. Қамыр болып қалу керек. Бірақ барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Мен бұл неде бірінші рет пісіріп жатырмын. Бұндай өмірімде пісіріп көрмеппін. Маған көмектесіп жатқан апама рахмет. Осылай салып бұлғайсыздар. Міне уже қамыр болып қалды. Бірақ әлі салу керек. Міне болдық. Енді бұны біз алып жауып қоямыз. Мен пиццаны бірінші жасайын деп жатырмын. Осы қамырымызды жасап болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп ыдысқа салатын боламыз. Бір бөлігін алып қаламыз. Осылай ұнымызды шашып, қамырымызды илейміз. Осы қамырымызды ыдысына салып болғаннан кейін пышақпен кішкене тесіп шығатын боламыз. Үрліп кетпеу үшін. Дұрыстап бір 50-40 шақты тесіп жасаймыз. No, never forget that day. No,
Достар, печкеге 20 минут қамырымызды салып болғаннан кейін, піскеннен кейін, бұған біз шамалы майонез қосамыз, дәмі келу үшін. Кесешкемен шамалы жағып, жан-жақтарын. Майонез жағып болғаннан кейін, біз дөңгелектелген колбасаларымызды алып салатын боламыз. Мен бір 7 штуктай саламын бір пиццаға. Ұсақ туралған. Осы пиццамыз колбасын салып болғаннан кейін, осылай ұнтақталған ірімшіктерді қосатын боламыз. Біз дайындаған пиццаның дәмін көретін боламыз. Өте керемет. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеп қолдап кетіңіздер. Достар, сіздермен болған мен Маруф. Қош, сау болыңыздар.